Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Мен сіздерге қазір интернет желісінде хит болып жатқан хожелі мантыны жасалу жолын көрсететін боламын. Ендеше менімен бірге болып аяғына шейін көріңіздер. Ең алдымен 200 грамм суымызға бір қасық тұз салып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, оны да жақсылап араластырамыз. Үстінен тұзды суымызды құямыз. Және 3 қасық сұйық майымызды құямыз. Алдын ала електен өткен ұнымызды салып, қамырелейміз. Қамырымыз жұмсақ болу керек, жаюға ыңғайлы етіп, орташа тығыздықта қамырелеп аламыз. Енді қамырымызды 5-10 минутқа тындырып қоямыз. 5-10 минуттан кейін қамырымызды қайтадан алып, 3 бөлікке бөліп, домалақ жасап, қайтадан 5 минутқа қойып қоямыз. Енді табамызға кішкене майымызды құйып, фаршымызды салып, қуырамыз. Үстінен тұзымызды себеміз. Және 2 пиязымызды аршып, жұқалап турап аламыз. Пиязды да үстінен салып қуыратын боламыз. Кішкене бұрыш себеміз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Енді қамырларымызды алып жаятын боламыз. Менің видеоларым ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де подписаться деген белгіні басуды ұмытпаңыздар. Қамырымызды өте жұқа етіп жаямыз. Қамырымызды осылай бүктеп, шамамен 20 сантиметрдей өлшеп, кесіп аламыз. Кесіп алған қамырларымызды қайтадан бір-бірінің үстіне жайып, бірдей өлшемде 4 бұрышты кесіп аламыз. Енді дайын болған салмасын салып, мантымызды түйетін боламыз. Салмасын осылай аз ғана салып, мантымызды түйеміз, және үстінен кішкене басып қоямыз. Міне осылай аз ғана саламыз, жан-жағына жайып қоямыз. Хожелі мантының ерекшелігі осы жерде. Өте жұқа болады, ішіндегі салмасы да аз болады. Мантымыздың табасына майымызды жағып, мантылерімізді орналастырып, бетіне майымызды жағамыз да, ыстық суымызға қойып 35 минут пісіріп аламыз. Қамырымыз өте жұқа болған соң
тез піседі. Міне дайын болды мантымыз. Өте дәмді болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.